Нәжім сүресі. Рахман, әрі аса рахымды Алланың атымен бастаймын. Ағып бара жатқан жұлдызға серт. Жолдастарың Мұхаммед адасқан да жоқ. Азғындап тура жолдан тайған да жоқ. Ол ешқашан өз әуейлігіне, нәпсі қалауына қарай сөйлемейді. Ол, яғни оның айтқандарының бәрі уахи ғана. Оны Құранды, оған пәрмені күшті Жәбірейіл періште үйретті. Тым күшті, асқан ақыл ой иесі. Ол негізгі періште кейпінде тікесінен тік тұрды. Сол кезде ол көкжиектің ұшқар биігінде, яғни күн шығысында тікесінен тік тұрған еді. Содан кейін жақындап келіп, төмен қарай құлдилай бастады. Жақындап келгені соншалық, екі арада қатар қойылған қос садақтың арасындай ғана аралық қалды. Тіпті одан да аз. Міне, осылайша Алла құлына уахи етуді қалаған нәрсесін толық уахи етті. Оның өз көзімен көргенін жүрегі жалғанға шығармады. Енді келіп сендер, оның өз көзімен көргені жайлы, онымен сөз таластырасыңдар ма? Оны дәл сол періште кейпінде, басқа бір жолы екінші рет түсіргенде тағы көрді. Сидратул Мұнтаханың, болмыстың ең шетіндегі жаратылыс ағашының дәл тұсында, оның тұсында шейіттер мен тақуалар паналайтын жәннәтул мәуә болды. Сол сәтте сидраны, жаратылыс ағашын қапсырған Алланың рахымы оны одан сайын қапсыра түсті. Алла елшісінің көзі асып саспады, һәм басқа жаққа таймады, көргенін анық көрді. Сондай-ақ көру шегінен де ара аспады, яғни елес көрмеді. Шүбәсіз ол Раббысының ең үлкен аяттарының, яғни Раббысы жаратқан ең елеулі таңғажайып жаратылыстардың бір бөлігін көрді. Ал енді мына Лат пен Ұззаға қараңдаршы. Осынау ұлы ақиқаттар тұрғанда, ол екеуінде не қасиет, қандай құдірет бар дейсіңдер? Олардан өзге үшіншісі Мәнатқа да қараңдар. Сонда ұл балалар мына сендерге, ал қыздар Аллаға тән бе? Ендеше бұл тым әділетсіз бөліс болмай ма? Негізі, олар мына сендер және ата-бабаларың ойдан шығарған атаулар, яғни құр аты бар меңіреу пұттар ғана. Алла тағала олардың Құдай екеніне қатысты ешқандай дәлел түсірген емес. Олар тек өз ойымен нәпсілерінің әуейіне ереді. Әйтсе де оларға Раббыларынан тура жолдың нақ өзі, һәм соған бастайтын жолбасшы келіп тұр. Жоқ әлде адам баласының көңілі соққан нәрсенің бәрі бола бере ме? Жоқ, олай емес. Ақирет өмірі де, дүниенің тіршілігі де бір Алланың қолында. Екі дүниеде шексіз билік бір өзіне ғана тән. Аспан әлемінде қаншама періште бар. Алайда Алла қаламайынша һәм разылық танытып рұқсат етпейінше, олардың біреуге жасаған шапағаты титтей де пайда бермейді. Расында ақиретке сенбейтіндер, періштелерді Алланың қыздары деп, оларды қыздардың аттарымен атайды. Анығында олар бұл жайлы ештеңе де білмейді. Олардың бар білетіні құрға қой мен құр болжалдың жетегінде жүру. Ал құрға қой мен құр болжал ақиқаттың қасында түкке тұрғысыз. Ендеше осынау кітабымыздан һәм бізді еске алудан сырт айналып, дүниенің қу тіршілігінен басқаны қаламағандарды өз жайына жібер. Білгенін істеп жүре берсін. Олардың бар ілімі осақ. Дүниенің қу тіршілігімен, онда да оның сырт кейпін білумен ғана шектеледі. Шүбәсіз Раббың өзінің тура жолынан кімнің адасқанын һәм кімнің тура жолмен келе жатқанын бәрінен жақсы біледі. Күллі аспан әлеміндегінің және жердегінің бәрі бір Аллаға тиесілі. Ол бәрін көріп, біліп тұрғандықтан, жамандық жасағандарды істеген ісіне қарай жазалап, игілікті істер істегендерді ең жақсы түрде марапаттайды. Олар кей уақыттарда кішігірім күнә қателіктер істеп қойса да,
үлкен күнәлар мен арсыздық атаулдан бойларын аулақ ұстайды. Шүбәсіз Раббың өте кең, кешірімді. Ол сендерді топырақтан жаратқан кезде де, аналарыңның құрсағында шақалақ болған кездеріңде де жақсы білетін. Ендеше күнә атаулыдан мүлдем пәкпіз деп ойлап, өздеріңді ақтамаңдар. Алла кімнің өзіне лайықты түрде тағзым ететінін, әрі қарсы келуден именетінін өте жақсы біледі. Уа Мұхаммед, сенен һәм қасиетті дағуаңнан сырт айналып кете барғандарды көрдің бе? Мұқтажға берешегінің аз ғана бөлігін беріп, қалғанын сараңды ұстап бермей қойғанды көрдің бе? Сонда ғайыптың кілті соның қолында болып, болашақта болатындарды өз көзімен көруде ме? Жоқ әлде ол Мұсаның парақтарындағы ақиқаттардан хабардар емес пе? Сондай-ақ міндетін лайықты түрде атқарған Ибраһимнің парақтарындағы ақиқаттардан да хабардар емес пе? Ешбір күнәһар пенде өзгенің күнәсін арқаламайды. Әр адам өз еңбегінің ғана қарымын алады. Оның еңбегінің жемісі алдағы уақытта міндетті түрде көрінетін әрі лайықты түрде бағаланатын болады. Содан кейін оған еңбегінің қарымы толық қайтарылады. Шүбәсіз ақырғы аялдама Раббыңның құзыры. Күлдіретін де, жылататын да өзі. Кеудедегі жанды алып, өлтіретін де, жан бітіріп өмір сыйлайтын да өзі. Еркек пен ұрғашыны жұп қылып жаратқан да бір өзі. Ана жатырына атқыған бірнеше тамшы сұйықтықтан екінші рет өлгеннен кейін қайта жарату да бір өзіне тән. Қалағанына қанағат етерлік қана нәпақа нәсіп ететін де бір өзі. Мүшріктер табынатын Шиғра жұлдызының Раббысы да бір өзі. Бұрынғы ат қауымын жойған да бір өзі. Бірде-бірін қалдырмай Сәмуд халқын жойған да, олардан бұрын Нұхтың қауымын жойған да бір өзі. Өйткені олар ат пен Сәмудтан асқан озбыр әрі азғын қауым еді. Сондай-ақ асты үстіне келтірілген шаһар халқы Лут қауымын жойған да бір өзі. Оларды қандай бәле, қандай алапат азап баспады десеңші. Ей адам баласы, енді Раббыңның қай нығметіне шәк келтіріп, қай нығметін жоққа шығармақсың. Бұл пайғамбар да өзінен бұрынғы ескертуші пайғамбарлар секілді бір ескертуші. Жақындайтын қиямет тым жақын. Оның көкірекке салатын үреймен адам айтқысыз қасіретінен Алладан басқа ешкім арылта алмайды. Сонда сендер өздеріңді мәңгілік бақытқа шығаратын осынау сөзге таңданасыңдар ма? Қиянаттарың мен күнәларың үшін жылаудың орнына үнемі күлесіңдер, еш жыламайсыңдар. Ойнап күліп, сауық сайран құрып, ғапылдыққа салынасыңдар. Ендеше өкініштен өзектерің өртенбей тұрып, өздеріңді жоқтан жаратқан құдіреті күшті жалғыз Аллаға сәжде етіп, қалтқысыз мойынсұныңдар және оған ғана құлшылық етіңдер.